Сәлеметсіздер ме, Жанар ханым? Мен 2023 жылдың июль айында Айгүл Қожахметова арқылы осы Dandelion компаниясымен таныстым. Бірақ мен өзім мамандығыма байланысты бұны 1,5-2 ай бойы зерттедім. Зерттеп көзім жеткеннен кейін біріншіден Жапон мемлекетінде Жапон ұлты көп жасайтын болғандықтан Жапон мемлекетінің профессоры осы өнімді 2007-ден 2017-ге дейін зерттегендіктен Жапон мемлекетінде осы өнім 10 жыл зерттеліп, әлемдік зерттеуде, әлемдік ғалымдардың, профессорлардың зерттеуінде 2 жыл зерттелген. Сөйтіп 2019-дан бастап бұны халықтарға, адам баласына тұтынуға рұқсат етілген. Сөйтіп бізге 2023-те аяғында келді. Июль айында мен білдім, 1,5 ай зерттеп, танысып, тереңірек үңіліп, соны өзіме қолдандым. Менде Алматыдағы дәрігерлер өтте 8 тас бар деген. Ал Ташкенттегі дәрігерлер өтте 6 тас бар деген. Пакетпен кіріп, осы өнімді алып ішіп, өте кереметтей нәтижелерге қол жеткізіп, 5-ші ай болған кезде, осы өзіміздің Астанадағы гастроэнтерологтардың тексеруінен өтіп, Раушан ханым, сізде тастарыңыз қайда кеткен? Тастар көрінбейді, бірақ тастардың орны тұр, дөңгелек болып орны тұр. Тастар қайда кеткен деп солай сұрақ қойды. Не пайдаландыңыз, не өнім іштіңіз? Біз сізді отаға жібергенбіз. Сіз Астана қаласынан қорқып, Ташкентке барам дедіңіз. Отаның орны жоқ қой, ота қайда? Тастар қайда деп менен сұрады. Сосын мен айттым, мен отаға барған жоқпын. Ота жасамай, басқа да жолдармен ізденіп, денсаулығым өзіме керек болғандықтан, жан өзіме керек болғандықтан, Жапон мемлекетінде зерттелген осы өнімді алып іштім дедім. Содан дәрігерлер маған сенбеді, тағы да тексеріске жіберді. Содан Ташкенттің гастроэнтерологтарына барып тексерілдім. Ал ол кісілер айтады, орны да жоқ, құмға айналып тұр. Мынау құм ғой, бұл құм қайдан пайда болған деп. Мен өзімнің құпиям өзімнің ішімде ғой. Сонымен жүрдім. Аяқтан да менде өте қиын жағдайлар болған. Гонартроз 3-ші топтағы деп белгілеп берген дәрігерлер осы Астанада. Мына тізенің бетіндегі шашканы ауыстыру керек деп. Оған да мен келіспедім. Өйткені мен 15 жыл бойы Союздың кезінде, Союз тарағаннан кейін де инвалид баламды коляскада сүйреп жүрген. Аурудың жайын дәрігерден де керемет білгендіктен мен өзімді жанымды отаға апармадым. Сөйтіп мүмкін осының нәтижесі шығар. Аяғым өте керемет болып жарылып кетті. Бірақ біз қазақпыз ғой, біздің ұлтымызда сондай бар. Бір нәрсе жақсы нәтиже көрсетсе, ары қарай тоқтатып қоямыз. Қалда көтермейді дейміз, анау мынау дейміз, тоқтатып қойдық. Енді қайтадан аяғым ауырып бастады. Енді бүгін өнім алуға келіп отырмын. Мен 3-ші пакет іштім. 2023-тің июлінде алдым. Одан кейін 7 ай өткесін тағы алдым. Одан кейін 6,5 ай өткеннен кейін туысқандарыма көмектесейін деп алдым да, олар сенбеді, соның бәрін өзім ішіп алдым. Менде өте кереметтей нәтижелер. Пойызда көп жүремін, транспортта, сонда пойызда кісілерге де беремін. Көмек ретінде мұсылманбыз ғой деп. Ол кісілерден де кереметтей нәтижелер бар. Аллаға шүкір. Рахмет сізге. Ем болсын.